Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін бауырсақ жасаймыз. Бізге керек заттар тұз, қаймақ, май, ашытқы, қант, сүт және ұн қажет. Ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Үстіне ашытқымызды салып, қантымызды салып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут уақыт өтті, ашытқы жақсы көтерілді, үстіне тұз, май және қаймағымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, қамыр қылып илейміз. Әркімде ұн әрқалай. Мен астына граммын жазам, сіз көз мөлшерімен жасаңыз. Қамырды илеп, жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 40 минут уақыт өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Екіге бөлеміз. Бір жағын жаямын. Осындай стаканның көмегімен домалақтап, осылай жасаймыз. Домалақ форма шығарамыз. Неке менде қатты қалың емес, жұқа емес, 5 миллиметрдей болды, жарты сантиметрдей. Енді осылай бетін жауып, 10 минутқа тағы да тұндырып қойып қоямыз. Неке бізде 10 минут уақыт өтті, жақсы көтерілді біздің қамырымыз. Енді майды қыздырып, осылай салып пісіреміз. Қараңыздаршы, қандай керемет болып көтеріліп жатыр. Майын сорғытып, қағаз сүлгінің үстіне аламыз, салфетканың үстіне қоямыз. Қараңыздаршы, мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын, қып-қызыл, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп,
лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.